Қарапайым заттар экономикасы Түркістан облысы еліміз бойынша бірінші орын алады. Әлемдік пандемиядан туындаған экономикалық өзгерістерге қарамастан республикада мақұлданған жобалар саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге артып 278 жоба жетті. Ал несие сомасы 29 миллиард теңгені құрады. Мақұлданған жобалар саны мен өсу қарқыны бойынша Түркістан облысы еліміздің басқа өңірлерінен алда келеді. Қазіргі таңда кәсіпкерлер палатасының жеңілдетілген несие бойынша бағдарламалардың бірі басым ол қарапайым заттар экономикасы, бизнестің жол картасын 2025 бағдарламасы және еңбек нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламалары болып табылады. Соның ішінде қатты үрдіспен дамып келе жатқан бағдарламалардың бірі ол қарапайым заттар экономикасы. Бұл бағдарламаның ең басты мақсаты өңдеу өнеркәсібі және агроөнеркәсіптік кешендегі субъектілерді қолдау болып табылады. Бұл бағдарлама аясында бізде қазіргі таңда Түркістан облысында өңірлік жобалық кеңсе құрылған болатын. Бұл өңірлік жобалық кеңседе біз кәсіпкерлерді былайша келгенде мониторинг жасаймыз, кәсіпкерлерді ынталандырамыз және құқықтық әлеуметтік дамуына ықпал жасаймыз. Қарапайым заттар экономикасы шеңберінде 24 миллиард теңге сомасына 264 жоба қаржыландырылды. 5 миллиард теңгеге 29 жоба мақұлданды. 6 миллиард теңгеге 27 жоба қаралуда. Жобалардың саны бойынша ауыл шаруашылығы саласындағы жобалар көш бастап тұр. Тамақ өнеркәсібін біз импорттан келетін зат болғандықтан, соны отандық өніммен алмастыру болып табылады. Бағдарламаға кәсіпкерлердің қатысуы өте оңай, себебі екінші деңгейлі банктерге барып кәсіпкер өзінің жобасын ұсынады. Бұл бағдарлама бойынша қазіргі таңда Түркістан облысы көш бастап тұрмыз. Жалпы алғанда 308 жобамыз мақұлданды. Жалпы сомасы 41 миллиард ақшаны құрайды. Және 6 жобамыз банкте қаралымда жатыр. Республика бойынша Түркістан облысы көш бастап бірінші орында тұр. Эпидемиологиялық ахуал мен карантиндік шаруаларға қарамастан Түркістан облысы жыл бойы тұрақты дамыды және бүгінде экономикалық дамуда оң серпін көрсетуде.